вместе с нами. Ты просто поменялся местами. Мынадай бейнебаяндардың түсірілуі жай режиссердің өзгелерден ерекшелену үшін дайындаған дүниесі емес. Бұл қазіргі қоғамда болып жатқан өзекті мәселені бейнелейтін туынды. Соңғы кездері отандастарымыз неше түрлі түсініксіз біздің санамызға жат әрекеттермен үрейімізді ұшырып жүр. Мәселен, Павлодарда 14 жастағы бала 12-ші қабаттан құлап кетті. Біреу итеріп жіберді ме әлде? Себебін сол кез ешкім нақ айтып бере алмады. Тергеу ісі әлі жүріп жатыр. Алматыда осыған ұқсас оқиға орын алды. Бірақ бұл жолы жасөспірімдердің өлімге әдейі бас тіккендері белгілі болып отыр. 17-15 жастағы қыз бен жігіт биік ғимараттан қол ұстасып секіріп, одан кабинетінде әйелін өлтіріп, артынша өзі де о дүниеге аттанған азаматпен бауыр еті баласын аяусыз пышақтаған сорлы ананың оқиғасы қай-қайсымызды болмасын бейжай қалдырмады. Адамның өзін-өзі қорықпастан өлімге қиюын ел ішінде ауру деп атайтын бұрын. Бүгінде ол аурудың нақты атауы депрессия. Депрессия деген менің түсінігімше адамның кішкене өзін-өзі тастап, кішкене тоқырауға ұшырау дейміз бе қазақша айтқанда. Қай тілде айтсақ та өзегі бір, өмірден түңілу. Млечная депрессия моя, странная. Шетелдік мамандардың болжамы тіпті адам шоштарлық. 2050 жылды депрессияның кең өріс алатын уақытымен байланыстырып отыр. Тіпті жүрек қан тамыр аурулары, жұқпалы және қатерлі ісік ауруларын басы бозып, бұл дерт бірінші орынға шығады деп дабыл қағуда. Енді мен оны біраз адамдар көріп жүрмін, уақытшасы бар, оның шынымен де өзін біразға дейін жеп, аяғы жаман жағдайлармен аяқталып жатқандар нәрселер де бар. Сонау 32 жылғы ашаршылықта да 23 жылғы, 22 жылғы қуғын сүргінде де, 37 жылғы қуғын сүргінде де өз-өзін асу болған жоқ қазақта, өз-өзіне қол жұмсау болған жоқ. Бұл біздің мына тінімізден айырылып қалғанымыздың, ділімізден, өзіміздің ұлттық қадір қасиетімізді жоғалтып бара жатқанымыздың белгісі деп ойлаймын. Әйтпесе, ай орнында, күн орнында өз-өзіне қол жұмсап не көрді? Я тоже очень депрессивный человек, и когда я вот сижу на крыше, и мне реально страшно. И слава богу, что вам страшно. Ну вот видите, а им-то нет. Страх — это хорошо. Вот у них, получается, такого страха не было, да? Но здесь надо разбираться, что это такое было. Возможно, разные варианты. Вот буквально еще час назад человек был вполне здоров, возникло психическое расстройство, проявилось вот в виде импульсивного действия. Человек может прыгнуть под машину. Өмір, хаталақ. Өмірге адам келмейді ғой қайтала. Жай көзбен жан күйзелісінде жүрген адамды танып білу мүмкін емес дегенді айтады дәрігер. Кейде тіпті мән де бермейміз. Есть такой феномен, называется психологическая слепота. Мы зачастую не замечаем за своими близкими, за своими родными проявления тех или иных нарушений. А на что мы должны обращать внимание? Фотозаписи в интернете, ведение дневников, так скажем, различные проявления во внешнем виде. Вот. Колебания настроения длительные, беспричинные. Сейчас модное, я сказал бы, избитое слово. Любую свою реакцию на какую-то трудность человек говорит: у меня депрессия. Вот у меня сейчас стресс и депрессия. Достармен кездесу керек, отырып шай ішіп, бір тортпен әдемілеп. Ешкімді ел аузынан қақпақ болмас, әр адам екшеп алар өз керегін. Я страшно скучал по тебе, Гульназ. Да, говори. Когда я снималась в кино, во-первых, я была очень молода, мне было там около 18 лет, и я совершенно, в общем-то, неожиданно для себя и случайно попала на съемочную площадку. Махаббат станциясындағы Гүлназ әлі күнге ел аузында. Өйткені барлық қиындықты жеңе біл, Баян апай. Не называй меня апай. Баян Есентаева. Сыртынан мықты боп көрінетін әйелдің де әлсіз тұстары бар. И у меня в жизни была такая депрессия, вот тогда 36 лет. Это такой переломный момент, наверное, для каждой женщины. И я подумала, что, наверное, все на этом закончилось.
Я понимала, что так нельзя. То есть человек, который находится в какой-то депрессии, а это была депрессия, связана с кризисом среднего возраста, его так называют, да, я понимала, что пока я сама себя оттуда не вытащу, мне не поможет ни психолог, ни какой-то доктор и так далее. Депрессияға түсетін жағдайлар болды. Ешкімді ел аузынан қақпақ болмас, әр адам екшеп алар өз керегін. Бозбала шақта болады. Бұл дүние түкке тұрмайтындай, осы өмірдің не үшін келдім деген сияқты. Сосын кейін кез келген адамның сөзі, достарыңның, ата-анаңның сөзін жақтырмай, сөйтіп өмір түк қызық болмай кететін кездер болады. Айтыскер ақын ажалдың құшағын аңсамады, бірақ сол бір оқиға қинайды жүректі. 25 сәуірде мен туған күнім болатын. Тура 20 жасыма келген кезде біз Алматыда студенттердің арасында сол туған күнді атап өтетін болдық. Содан бірнеше күн бұрын ауылға барып кеткен кезде әкем науқастанып жатты. Кейін туған күн тойлап келе алмай қалып ауылдан кейін. Сол 2 күн өтіп кеткеннен келген кезде тура сол күні мен әкем дүниеден өтіп кетті. Сол кезде мен үлгере алмай қалғаным-ай, басқа себеп емес, дәл туған күн тойлап, басқа қызықтармен жүрген кезде еш нәрсені ойламай, ойнап күліп ішіп жеп деген сияқты. Дәл әкем қайтып жатқан кезде сөйтіп, тіпті топырақ салып үлгере алмай қалдым. Сол кезде қатты күйзеліске түскен кезім бар. Сезбеппін әке ертерек, жаныңның ыстық жалыны. Арманның биігіне қола жұрсам, алдымнан асқар тау боп сен тұрасың. Нұрлан мен Мұрат деп шығып жүрген кезде, жастардың бір өзгеше стилімен, сол кезде қазақ эстрадасында бір креативный, былайша айтқанда, гламурный, сондай немен шығып жүрдіңіздер ғой, образбен мынандай. Мына бриллианттар тісіңіздегі содан қалған-ау деп шамасы, иә? Роскоши было дейме. Еске алатын дүние көп. Сол кезде бізден бір Рахат Тұрлыханов болды, Гуля Төлегенова шықты, сол кезде сондай бір бум өте жақсы өтті. 2 жылдың ішінде біз ойлаған жоқпыз, ертең өтіп баратқан кезде Астанада любой адам бізді таниды, бізге келіп, қасымыздан өйден жүре алмайтын жағдайға жетеміз деген ойлаған жоқпыз. Көздесінде сарылып сарғая алтыным. Мен біраз ауырып қалдым, біраз жатып қалдым. Сол кезде жатқан кезде азаматсың ғой, жарды да соғасың, не де соғасың. Неужели осылай мешел болып қалдым деп ойлайсың да, аяқ қолым істемей бүйтіп жатып қалдым. Белім сынып. Ол неден көлік апаты болды ма не болды? Ол бір жағдайдан 5-ші омыртқам сынып кетті. Бір уақыт болды, бір өз-өзімді өзім тыңдамай кеттім да. Ол Құдаймен жасырмағанда адаммен жасырмайсың ғой. Иә, құмарлық ойынға кірген кездерінде болды. Ішіп кетіпті дегенді естідім. Иә, ішкен кезімде болды. Ол жасарып тексерген жоқ. Мен банағы ішімдікті қойған себебім жүрегім көтермеді. Давлением көтеріп кетті, жүрегім болмады, содан кейін жүрегім операция. Сонымен ағзаңыз стоп деді осы. Иә. Қалдырлаған жақан үстілде қалды, денсаулығы жоқ болды. Ол оқуға түсе алмай қалсаң да депрессия алуы мүмкін еді. Болмаса, жақсы көрген, сүйген адам көңілін қайтарса, болмаса жауап бермей қойса, сондай кезде депрессияға түсіп кету әбден мүмкін еді. Әрине, ол әрбір адамның басында, әсіресе жастардың басында әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, сөз жоқ. Біреулер емтиханнан құлап қалып жатады, не істерін білмейді. Не болмаса біреу жұмыстан шығып қалып жатады. Міне, басты себеп жанды күйзелтетін. Жұмыссыз қалу, керексіз сезіну өзін. Ондайда тіпті өмір көрген ересек азаматтардың да сағы сынып, өмірден түңіліп кетуі әбден мүмкін. Мен деген ырза мәз бала, рахат көрген аз ғана. Азапта тартқан аз ғана. Мен деген ырза мәз бала, саби
халқымнан қозғама. Дәл осындай көрініске куә болған жан көп. Биыл да депутаттық креслоға отыра алмай қалдым деп кей азаматтардың ішімдікке салынып кеткендігі туралы да айтқанбыз. Менде естуім бар. Сіз тіпті кім екенін де білесіз? Кім екенін де білемін, бірақ оны айтпаймын. Себебі ыңғайсыз шығар, кешегі менің әріптесім. Ұят шығар деп ойлаймын. Даже мен айтайын, кейбіреулердің әйелдер маған звондады. Жасырмай айтайын. Жалпы ондай нәрсе үшін күйзелу деген бейшаралыққа сынау қояды. Депрессияға апаратын жол көрініп жатпайды. Себеп саналуан. Депрессии бывают разные. Бывают эндогенные, а бывают невротические. Эндогенные – это вот, по сути дела, без всяких внешних провоцирующих факторов может возникнуть такое состояние. Это состояние требует лечения у врача-психиатра. Невротические депрессии, как реакции на какие-то трудности, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Мәселен, мына актер жігіттің өлімі көп адамға жұмбақ болып қалды. Шалқар Үркімбаев, қазақтың намысшыл, өжет ұлдарының бірі еді. Артында қалған үш қошақанын көзі қиып кеткеніне қарағанда, театрдың жоғарғы қабатынан секіріп кетуіне себеп те жоқ емес сияқты. Сен қазақсың, сен қазақсың, қазақсың, сабырлысың, саналысың, азатсың. Күндеушінің көздерінен қан ақсын, сен қазақсың, сен өйткені қазақсың, бауырым. Актерская профессия, в актерскую профессию люди просто так не приходят. И на телевидении люди просто так, я бы не сказал, что простые люди идут работать. С особенностями характера, с демонстративностью, требующие внимания, так скажем, и любящие внимание. А при отсутствии этого внимания испытывающие состояние фрустрации, напряжения, возможно, тревоги. Біздердің жастар кезімізде, мысалға өзін-өзі қол жұмсаған адамдар болса, ол жаназасыз жерленетін. Және ауылдың зиратынан бөлек аулақ, бөлек жерге жерленетін. Жігерсіздер жеңіл жол іздейді. Оған депутат қапалы. Ауғанстанда болды. Ол жерде шындарға асылған жоқ. Ол өте қиындық болды. Өмірмен мысалға өлімнің арасы. Қиындыққа төзбеугендіктен сондай жағдайға бару дұрыс емес дүние. Қиын ғой, оңай емес. Қиындықпен күресіп және оны жеңе білем деген сеніммен адам өмір сүруге. Соқ, 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 жұдырықты серме, ешбір күмән жоқ. Сен шығасың төрге. Стресс, депрессия кез келген адамда болады. Әрине, стресс, депрессия деген қазіргі 21-ші ғасырда тұратын адамның әрбіреуінде болады деп ойлаймын. На самом деле депрессия – это собственные тараканы в голове каждого человека. Сейчас модно, я бы сказал, избитое слово. Любую свою реакцию на какую-то трудность человек говорит: у меня депрессия. Да? А на самом деле, депрессия – это психическое заболевание. Психическое заболевание, с которым нужно разбираться. Благодаря депрессии я спродюсировала хороший фильм. Өйткені қиындықтың артында жақсылық та болады. Құдайдың берген өмірін дұрыстап сүре білу керек адам. Енді ол жағынан мен білмеймін, кім қандай депрессия, кімде қандай болып жатыр. Енді өзім ұшыраған емеспін. Жас жігіт бейхабар, ал шығармашылықта көп жыл жүрген ел ағасы жақсы білет күйзеліс дегеннің не екенін. Мысалы, өз басымда айтуға болады, қанша жыл мен өнер саласында келе жатырмын. Анау 61-ші жылдан бастап, қазір міне 52-53 жыл болды. Сонда неше түрлі қиындықтар болды. Қазағың достар, осындай жандар. Кейде мысалы, үлкен концерттерге әуелі репетиция шақырып алып қатысасын деп, ең соңында нағыз жерге шығар кезінде сіздер списокта жоқсыңдар деп. Кейде бір ауа райына байланысты болады, кейде өзі бір творческий кризис ең қиыны сол. Бір дүниені бір істегің келеді, анау бір шықпай жатады, бірдеңе, бірақ іштегі ынта бар, оған мына жақта мүмкіншіліктер болмай жатады, сондай әртүрлі әр кезде болады. Вот у меня сейчас стресс и депрессия, потому что не все получилось так, как бы хотелось на концерте. Депрессия деген менде болды бір-екі рет. Еркелеші жаным деші, күнде нұрлы көлінде
Сол бауыржандар авария болған кезде қатты стресс болды. Сол жазда көлік апатынан көз жұмған саксофонист Бауыржанның жаназасына бара жатқан жолда тағы қайғылы оқиға орын алады. Мен Шымкентте болған кезде Бауыржан қызыма звондап, ол кезде ол бір құрбысын қоймай алып шыққан Алматыдан. Мен оны күтіп алатын болдым, мен оны ауылына апаратын болдым да, жаназасына. Бауыржанды жерлейім деп бара жатқан қыз құрбысынан айырылады. Бір өлімнің артынан бір өлім. Темп жизни у нас совсем другой, цивилизация ведет к этому. Особенно в городе. Особенно в городе, да. Я читала, что в аулах, в селах не так распространено это заболевание. Да. То есть весь этот кипиш, да? То есть машины куда-то торопятся, люди куда-то торопятся. Суета, ритм и те проблемы, которые возникают у человека, живущего в современном мегаполисе, они все предрасполагают к нарушению психического здоровья. Мамандардың айтуынша, 20-30 жылдан кейін ауыл тұрғындарының біразы түбегейлі қалаға қоныс аударады. Бұл депрессияның кең етек жаюына қолайлы жағдай туғызбақ. Тіпті қазір де интернетте депрессия деп терсеңіздер, одан шығу жолдарын түсіндірмек болған талай психолог еместердің де бейнежазбаларына тәнті боласыздар. Әркім әртүрлі кеңес береді. Мәселен, итак, если человек в депрессии, если он с кем-то поссорился, попробуйте покупаться в проруби и сохранять при этом свою депрессию, свое раздражение. У меня плохое настроение. жарайды, енді білікті мамандардың кеңесіне назар аударайық. Вы знаете, я хорошо помню, когда у нас была встреча журналистов Первого канала с Владимиром Владимировичем Путиным, мы его спросили, как вы боретесь со стрессом? И он серьезно сказал, вы знаете, только спорт. С медицинской точки зрения это 1000%. Путин пілді құлатпаса да бір адамдай өзін қорғай алады. Қара белдіктің иесі қартықты осылай жеңіп келеді. 60 алқымдаған ақсақалдың барлығының осылай шауып жүруге мүмкіндігі бар, тек спортпен тұрақты шұғылдану керек дейді дәрігерлер. Ал жан күйзелісінен арылу үшін әркімнің өзіндік тәсілдері бар. Құмар ойындарға кіріп кетіп, бір кездері бөтелкемен дос болған әнші қателігін түсінді. Барлығын түсінген сияқтыдым, бірақ Ағасағалан зағып мені өшті екен деп, біраз 2 жылдай жылап жатқан күндерім де болды. Егізай коляскада жүрдім, одан Құдайға шүкір 2 таяқпен, мені 1 таяқты, Құдайғасы 1 таяқты істегенде. Бұрынғы биіме айтып көшім деген ойым бар. В напивании, там, скажем, депрессия не лечится, она, наоборот, ухудшается. Потому что человек, когда напивается, он на следующий день чувствует себя еще хуже. И это может не закончиться никогда. То есть это может перейти в какой-то похмельный синдром вечный. Әнші жігіттің айтуынша, қысылтаяң кезде көмек қолын созар. И женщина, и собачка, и хобби, и работа, и друзья, которые поддерживают в любом случае, и мама, конечно же. Я ехала в ужасающем настроении, то есть у меня вообще не было настроения, потому что я думала, ну все, вот на этом все закончилось. Наверное, мне нужно, наверное, сесть дома, там, сидеть и уже ни на что не претендовать. Вот так на фоне депрессии, да, родилась идея создания фильма. Спокойно сказала! И я поняла, когда все это уже закрутилось, я вышла из этой депрессии, и я поняла, что, оказывается, все самое интересное еще впереди. И после того, как начались съемки фильма, я вообще забыла о депрессии, и депрессия мне показалась болезнь бездельников, скажем так, да. Если ты человек ничем не занят, он начинает грузить себя различными проблемами. Вот здесь плохо, да, там я старая, я уже некрасивая, там я никому не нужна. Благодаря депрессии я спродюсировала хороший фильм. Барынша депрессияға кетпей, санамен, Алланың берген қуанышты күндермен жақсы өмір сүруге талпыну керек. Әртүрлі себептер бар. Ондай қиындықтарды білу керек, бірақ соған төзу керек. Өйткені қиындықтың артында жақсылық та болады. Еркелеткен думан денім, ақ қой саған мың алық
өткенмен білдім. Бұл қиындық өтеді, жақсылық келеді. Соған мен талпынып, еңбек істеуім керек. Бұны Құдайға шүкір соның нәтижесін көріп жатырмыз. Жастарға да айтатым сол. Болашаққа сену керек, өзіңе сену керек. Достармен кездесу керек, отырып шай ішіп, тортпен әдемілеп, әңгімелесу керек. Егер адал деген дос та, тәтті торт та көмектеспей жатса, еш қысылмастан дәрігерге барған абзал. К сожалению, люди нашей ментальности, да, они вот свои какие-то внутренние душевные переживания, мы же воспитаны как? Нельзя свои чувства показывать, нельзя их проявлять, надо быть сдержанным. Рас айтады дәрігер, іштегіні сыртқа шығармаймыз көбіміз, жүреміз үнсіз. Ол негативтің барлығы жинала береді, содан бір күні не боларын болжай беріңіз. Ал егер дер кезінде психологтың есігін қақса, ол азаматтың өмірін сақтап қалуға болар деді. А у нас вообще все слова с приставкой «пси» считаются чуть ли не ругательными, табуированная тема, да? Предложи кому-нибудь обратиться к врачу-психиатру, психотерапевту, психологу, он скажет: а я не дурак. Да? Вот первая такая реакция. Психологқа баратын адамның есі дұрыс емес деп ойлау қате пікір. Өмірге деген құштарлық сарқылып бара жатса, білікті маманның алдына бару ұят емес. Алла тағала адам баласына 3 рет бақ береді дейді ғой, осы өмірде. Сол 2 бағын ұстай алмай қалған сайын 3-ші бақ үнемі келетір деп ойлаймын да. Тағдырдың қаншама ұрсынына шыдаған әнші қазір жаңа әндерін жазып, жаңа өмір бастап жатыр, өткен күннің қиындықтарын сабақ етіп. Күйзелісте жүрген қанша адам бар, іштей тынып жүрген. Осындай шынайы өмірде болып жатқан оқиғалардан ой түйсе екен дейсің. Ал психологқа баруға қалтам көтермейді деп қолды бір сілтейтініміз бос әңгіме. Сұрадық дәрігерден. Это немалых денег стоит, не так ли? Если вы обратитесь, так скажем, в государственное учреждение, то данная помощь оказывается бесплатной. Ал жекеменшік емдеу орталықтарында психологтар сағатына 3-5 мың теңге көлемінде ақы сұрайды. Бұл ақшаны неше жылғы тәтті өмірімізге шаққанда әрине түкке тұрғысыз дүние. Қайткенде де өмір қымбат. Менің өмір сүргім келеді, Жанна, білемісің? Осы сөзді жиі айтайықшы. Өмір саған құштармын, самғап ұшқаным, сенен алған күш жылы. Бұл жас жігіттің көңілі неге құлазып жүрген түсіну қиын. Твиттердегі жазбасы мынау: не жетпейді дейсің? Шығармашылығы дүрлеп жүріп тұр. Фанат қыздары Әлидің есімімен арнайы котлет те дайындап береді. Не жетпейді бұл жігітке? Қазақ елінде күндер келді, күндер өткен. Салдары бар, себебі түсініксіз бұл дерттің. Қазақ айтады, жау жоқ деме, жарасында. Бай, жарлы, аш, тоқ, үлкен кіші деп адам талғамайтын індет боп тұр бұл. Өмір деген Алла тағаланың, Құдайдың берген өмірін дұрыстап сүре білу керек адам. Айтар едім, жалпы халыққа шүкір деген сөзді көбірек айтыңыздар. Қадырдың өлеңі бар: шүкірдеңдер, бәріне шүкірдеңдер, жаманырақ болғанда қайтер едің деп. Тәубә қыл қолдаушы Тәңіріне, сабыр сап жүрекке төзіміне, қиын сәтке